Қайырлы кеш, Каухар ханым. Қайырлы кеш баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Бүгін бір эфирге пайдалы болсын деп шығуға ниет етіп отырмын. Бисмилля деп 22:30-да шығам деп сторисқа кешірек салып қойдым. Сол ниетімен бүгін шығып жатырмын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жақсы, шүкір жағдайым. Өзіңіз қалайсыз, Каухар ханым? Бүгінгі шыққан ниетім, мен қайырлы кеш, Мұхит мырза. Адамдармен жұмыс жасап жүргенімді білесіздер, иә? Мен психологпын, адамдарды қабылдап жүрмін. Сол адамдар қабылдап жүрген кездегі ойыммен сіздермен бөлісейін деп шештім бүгін. Өйткені көп келген адамдардың көбісінің проблемасы біреуді өзгерту. Машалла, машалла. Сіз үшін қуаныштымын, Каухар ханым. Жақсы демалыс болсын сізге. Қайырлы кеш, Олжан. Сонда айтайын дегенім, адамдардың барлығы әйтеуір біреуді өзгерткісі келіп жүр. Бір адам күйеуін өзгерткісі келеді, біреусі енесін өзгерткісі келеді, біреусі баласын өзгерткісі келеді. Әйтеуір біреуді өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгерткісі келмейді адамдар. Соған мен таң қаламын. Мен өзім тәжірибемнен білем, мен де күйеуімді өзгерткім келген басында. Сол жолында жүріп, психологияны зерттеп, психологияға келгенмін. Жақсы, Олжан, өзің қалайсың? Сондықтан айтайын дегенім, өзгерісті өзімізден бастау керек. Қасымыздағы адамдарды өзгерте алмаймыз. Өйткені Алла тағала айтты, Құранда, қандай да бір пенде адам өзінің ойын өзгертпесе, мен оның өмірін өзгертпеймін деді. Яғни біз Аллаға қарсы келе алмаймыз. Әр адамды Алла тағала құл ретінде жаратты, мен де құлмын, бәріміз құлмыз. Алла ол бізді жаратушы. Енді қараңыз, сіз бір адамды өзгертем деп шешсеңіз, онда сіз Алланың құқығына кіріп жатсыз. Өйткені ол адамды жаратқан сіз емессіз, ол адамды жаратқан Алла тағала, Яғни біз қай кезде қателік жасаймыз? Алланың құзырына кіріп кеткен кезде, Алланың рөліне кіріп кеткен кезде, мен сені өзгертемін, бәрі менің айтқанымдай болады, менің дегенім болу керек деп белсеніп кіріскен кезде бізде қателік кетеді. Сол жерде бастап сіздерде сынақ басталады. Неге, не үшін? Өйткені жаңа айттым, біз Алла емеспіз, біз құлмыз. Әркім өзі құл халінде жүрген кезде, сонда өмірде бәрі жақсы болады. Сіз ешкімді өзгерте алмайсыз. Ол адам өзі өзгерем деп ниет жасамаса, ол адамның өзі өзгерем деп шешім қабылдамаса, онда сіз ол адамды өзгерте алмайсыз. Сондықтан сізге орысша айтқанда придется өзіңізге өзгеруге шешім қабылдайсыз. Өзіңіз өзгеруіңіз керек, амал жоқтан. Мысалға, мен өзгерген кезде менің айналамдағы адамдар өзгере бастады. Маған айналамдағы адамдардың қарым-қатынасы өзгере бастады, Сондықтан адам өзгерісті өзінен бастау керек. Мысалы, өткенде бір клиент келіп отыр. Мен баламды өзгерткім келеді. Балам еріншек, жалқау, жата береді, ештеңе істегісі келмейді, алға қойған мақсаты жоқ. Мен оны кінәлаймын, ұрсамын, жаңаға білгенімді айтамын, ақылымды айтамын, бірақ балам өзгермейді, мені тыңдамайды дейді. Әрине ол бала оны тыңдамайды. Өйткені бала бәрін сезеді, бала болғанмен енді ол үлкен ересек азамат қой. Сондықтан біз оны Аллаға тапсырамыз. Алладан дұға етеміз. Өйткені Құранда да жазылған, адамның, баланың анаға деген, кешірім өтінемін, ананың балаға деген батасы, дұғасы қабыл болады. Яғни біз оны өзгертем деп қанша тырысқанмен ол өзгермейді, керісінше ерексет. Оданша біз Алладан дұға етеміз. Сол баламыздың жақсы болғанын, жақсы өзгеріске өзгеруін, жақсы жаққа өзгеруін, яғни еріншек жалқау болса, сол үшін Алладан дұға сұраймыз. Алла, сол менің ұлымның еріншектігін, жалқаулығын жеңуге көмектесші деп дұға етеміз. Басқа қолымыздан ештеңе келмейді. Өйткені балаға біз керісінше сенім білдіру керекпіз, сенің қолыңнан бәрі келеді, мен саған сенем, сен мықтысың, алған бетіңнен қайтпа, сен жетістіктерге жетесің.
мен саған сенемін деп анасы сенімділік білдірген кезде балада бәрі жақсы болады. Біз керісінше ойлаймыз, менің айтқаным болу керек, балам неге мен айтқанымды істемей жатыр деп барлығын өзіміздің жаңа айтқанымызбен жүргізгіміз келеді. Дегенмен де әр адамның өз еркі бар, өз құқығы бар, өз ойы, санасы, идеясы бар, сондықтан біз әр адамның өзінің таңдау еркіне құқық беру керекпіз. Әр адамның өзінің таңдау еркі бар. Ол қалай өмір сүреді, өзі шешеді. Бірінші Алла, екінші ол адам өзі шешеді. Өйткені біз бір адамның территориясына, шекарасына кіріп кеткен кезде бізде ұрыс-керіс басталады, проблема басталады. Өйткені әр адамның өзінің шекарасы бар, границасы бар. Содан біз кіріп кетпеуіміз керек, шықпауымыз керек. Яғни ылғи да біз өз атымыздан сөйлеу керекпіз. Қайырлы кеш, Айгүл ханым. Сондықтан айтайын дегенім сіздерге, айналамыз өзгерсін десек, қасымыздағы адамдардың өзгергенін қаласақ, онда біз өзіміз өзгеру керекпіз. Барлығын өзімізден бастаймыз. Өзгерісті өзімізден бастаймыз. Жақсы, шүкір Аллаға. Өзіңіз қалайсыз, Айгүл ханым? Көптен бері көрінбей кеттіңіз. Мен айтып жатырмын, өзім тәжірибемнен айтып жатырмын сіздерге. Мен өзіммен жұмыс жасап, өзімді өзгерткен кезде айналадағы адамдардың маған деген қарым-қатынасы, көзқарасы өзгерді. Яғни бұл жерде барлық түпкі мәселе айналып келгенде сіздің өзіңізге тіреледі. Өйткені сіз өзіңіздің ішкі состояниеңіз қандай, сіз қандай сезімде жүрсіз, қандай күйде жүрсіз, және сіз көбіне жақсы ой ойлайсыз ба, немесе жаман ой ойлайсыз ба, қайсысы сізді жеңіп бара жатыр. Сол жағының барлығын қарап бақылау керек. Сол кезде өйткені ылғи да айтамын, ой ол сөзге айналады. Сөз әдетке, мінезге айналады, сіздің мінезіңіз ол тағдырыңызға айналады. Сондықтан барлығы поэтапно келген кезде, айналып келгенде барлығы мына ойлаудан басталады, мышление ойлаудан басталады. Сондықтан да Құранда жазылған жақсы сөйле, немесе үндеме деп. Сондықтан бұл сөзді қанша рет естіп жүрсеңіздер де, тағы да мен айтамын, ол артық болмайды. Бұл сіздерге, яғни тағы да есту керек болып отыр. Егер осы сіздер эфирде отырып естіп отырсаңыздар, әне Гаухар ханым айтып жатыр, мен өзімнен бастадым өзгерісті, шынымен де солай өзгерістер басталды дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз өзімізді өзгерту керекпіз. Және бұл өзімен жұмыс жасау өте үлкен жұмыс, қиын жұмыс. Өйткені өзіңді өзгерту қиын, біреуге ақыл айту оп-оңай. Біреуге біз ақыл айтуға шеберміз, мастерміз. Сен бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба, былай істе, солай істе деп біз айта береміз. Айтуға бәрі шебер. Бірақ өзіне келген кезде сол нәрсені жасай ала ма, жасай алмай ма? Ол уже басқа мәселе. Сондықтан біз біреуге бір нәрсе айтпас бұрын өзіміз соны саралап, сараптап, өзіміздің бойымыздан өткізіп алуымыз керекпіз. Мен осылай істесем дұрыс па, бұрыс па, қалай деп өзіңізге, жаңа эмоцияңызға, ойыңызға, сезіміңізге, амал әрекетіңізге бәріне бақылау жасау керек, контроль жасау керек. Соны айтқым келіп жатыр сіздерге. Сосын бізде клиенттардың арасында көбіне кездесетін нәрсе шарт қою. Шарт деген условие, яғни сен менің айтқанымша сен былай жүру керексің, осындай адам болу керексің. Менің ойым осындай, менің идеалымдағы адам осындай болу керек деп шарт қойып алады. Сосын оны сол адамнан талап етеді, ал ол адам оны орындай алмайды. Сосын не болады? Конфликт болады. Жаңа айттым, шарт болған жерде махаббат болмайды. Біз қай кезде шарт қоямыз, сол кезде біздің махаббатымыз өше бастайды. Мысалы, күйеулері әйелдеріне шарт қояды, сен мынандай әйел болу керексің деп, әйелі күйеулеріне шарт қояды, сен мынандай күйеу болу керексің деп. Екеуі бір-біріне шарт қойғанда не болады? Әрине, екі жақтан көзқарас сәйкес келмейді, сосын ұрыс-керіс басталады, конфликт басталады. Сондықтан біз шарт қоймау керекпіз. Біз өз позициямызда сөйлеп, өз атымыздан сөйлеп, түсіну керекпіз адамды. Махаббат сол кезде пайда болады. Қайырлы кеш, Анар ханым. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Менің таныстарым қосылып жатыр эфирге. Алла разы болсын, алтын уақыттарыңызды бөліп кіріп жатсыздар. Бүгін осы эфирге кірген ханымдар осы сөзді есту керек болып жатыр, яғни сіздерге.
сіздерге жалпы сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сіздерді ой мазалап жүр? Қандай сұрақтарыңыз бар? Осы жерде қойсаңыз болады. Мен жауап берейін. Жалпы бүгінгі менің шыққан ниетім осы біреуді өзгертуге тырыспаңыздар, біреуге шарт қоймаңыздар деген нәрсені айтып жеткізгім келді. Өйткені айттым, біз шарт қоятын, біреуді өзгертетін біз Алла емеспіз. Алла адамды жаратты, құл қылып жаратты, негізі бала сәби болып туған кезде аппақ кіршіксіз болып туады ғой, бейкүнә сәби, періште сәби деп айтамыз. Солай болып туады өмірге келгенде. Өмірден келгеннен кейін, ата анасын көргеннен кейін, есін білгеннен кейін, қоршаған орта бар, барлығы сол адамның мінезінің қалыптасуына әсер етеді. Ол ата анадан нені көп естиді, ортадан нені көп естиді, соны мына подсознаниясы, түп санасы жазып ала береді. Программа, флешка жазып ала береді, сохранить етеді, сақтап қояды. Сосын ол өскен кезде соның өмірінде сол проблемалар өмірде орын алады. Сіздер таңғалып жатасыздар, мысалы қыз бен жігіт кезінде керемет, бәрі тату-тәтті, махаббат керемет, осы жаңа жүресіздер да, үйленгеннен кейін басталады, біраз уақыт өткеннен кейін. Сол неге басталады, неге олай болады? Өйткені оның түпкі себебі, түпкі тамыры сол балалық шақта жатыр. Сол баяғы бала кездегі жаңағы установкалар, наным сенім убеждениялары, ата анасынан естіген, мұғалімнен естіген, қоршаған ортадан, достарынан естіген жаңағы сөздердің барлығы жазыла береді подсознанияға. Сол кезде сол кейін мынау ересек өмірде сол программа іске асады, сол программа ойнайды. Өйткені байқайсыздар ма, сіздер өмірде нені ойлайсыздар, сол сіздердің өмірлеріңізде болады. Соны жақсылап түсініп алыңыздар, сіз қандай ой ойлайсыз, сол сіздің өміріңізде болады. Өйткені сіздің подсознанияңыз соған жұмыс жасайды. Сауатты юрист жұмысқа 10 жыл болды, кіре алмай жүр, көп уақытын үйде өткереді. Бұл кімге келген сабақ? Осы күндер ойланып жүрмін, ер адам үйде көп болса қиындау екен. Әрине, Анар ханым, сізді өте жақсы түсініп отырмын. Ер адамның үйде жатуы ол өте дұрыс емес нәрсе. Өйткені ер адамның міндеті отбасын асырау, бала шағасын асырау. Ол Құранда да жазылған. Әйелінің, отбасының, баласының, шағасының жағдайын жасау ол ер адамның міндеті. Әйел адамның міндеті үйде бала тәрбиесімен айналысу, үйге береке келтіру, күйеуінің әкелгенін ұсатып жарату, риза болу, шүкіршілік айту, және сонымен бірге әйел адам үйде отырып та ғана қоймай, өзімен жұмыс жасау керек, білім алу керек. Енді мына жерде сынақ ол сізге келіп тұр. Яғни ер адам жұмыс істемесе, ол сізге келген сынақ. Бұл жерде қандай сынақ деп ойлайсыз сізге, Анар ханым? Сіз мүмкін еркектің рөлін өзіңізге алып алған шығарсыз, бүкіл жауапкершілікті өзіңізге артып алған шығарсыз. Сіздің бойыңызда еркектік энергия көбейіп кеткен шығар. Немесе сіздің бойыңызда тәкаппарлық көбейіп кеткен шығар. Ер адамды мойынсұнбау деген пайда болған шығар. Мен білмеймін ғой, оның барлығын жеке сеанста, кеңесте қарастыру керек. Ер адамға энергия беретін әйел адамның бойында нәзіктік көп болған кезде, энергия көп болған кезде, ол ер адам үйде жатпайды, жұмыс істейді. Ер адамды орнынан тұрғызатын, отырғызатын да, өсіретін де әйел адам, Сондықтан көбісі бізге байланысты. Енді Алла тағала әйел адамды еркектің қабырғасынан жаратқаннан кейін біз ер адамға солай қызмет етеміз, солай қолдау көрсетеміз, мақтап отыру керек біз ер адамды. Сол кезде ер адам алға қарай жылжиды. Оны мен өзім жолдасымнан да байқаймын. Мен оған претензия көп айтып кетсем, ол төмен түсіп кетеді, жаңағы береке кете бастайды. Ал мен оны қалай қолпаштап, қолдап, мақтап, шынымен де мақтап айтып отырам, сол кезде ол өсе бастайды. Мен соны байқаймын. Және ол сол кезде оған жаңа мотивация пайда болады, ақша табуға, сізге бір сыйлық әкелуге, ода мотивация пайда болады. Күйеуіңізді айтамын. Сондықтан барынша сізге өзгеру керек болып тұр ғой. Тәуекел деп бастап кете беруге қорқыныш бола береді, не істеуге болады дейді. Сол қорқыныштың артында сізде не тұр? Қорқыныш сізде қай кезде пайда болды ең алғашқы рет? Неше жасыңызда? Сол қорқыныштың түпкі себебін анықтау керек, ол неден пайда болды? Және қорқыныштың артында сізде қандай вторичный выгода бар? Екінші пайда қандай бар? Соны анықтау керек.
негізі тәуекел деп бастап кетуге өзіңізге бұл жерде сенімсіздік те бар ғой. А сенімсіздіктің артында кішкене самооценканың төмендігі де жатыр. Бұл жерде самооценкамен де жұмыс жасау керек. Тәуекел деп бастап кететін адамдар қандай адамдар? Ол Аллаға 100% сенетін, өзіне 100% сенетін адамдар тәуекел деп бастап кетеді. Жаңағыдай қорқып, бастай алмай отырса, қорқыныш бойында көп болса, онда ол өзіне деген сенімсіздік. Немесе бір нәрседен қатты қорыққан кезде сол нәрсенің артындағы себебін анықтау керек. Сол қорқынышпен жұмыс жасау керек жеке, иә. Анар ханым, Гаухар ханым, сұрақтарыңызға жауап ала алдыңыздар ма? Ойымды жеткізіп түсіндіре алдым ба сіздерге? Негізі қорқыныш болатын, бастапқыда қорқыныш болады, ол бәріне қалыпты жағдай. Адамның барлығы адам болғасын, басында бір нәрсе бастап кетуге кішкене қорқыныш сезім болады. Бірақ сол қорқынышты жеңіп, сол қорқынышқа қарсы жүріп, тәуекел деп бастап кету керек. Бастай алмай жатсаңыз, онда өзіңізбен жұмыс жасау керек, самооценкамен жұмыс жасау керек, иә. Активно болып отқан ханымдарға рахмет, Алла разы болсын. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Мынау енесімен проблема болып жүрген, баласымен, күйеуімен, әйтеуір бір кісілермен, туыстарымен, бауырларымен проблема болып жүрген кісілер бар ма? Сол кісілер арқылы кешірім өтінемін, Алла тағала сіздерге бір сабақ үйретіп жатыр. Әр адам бізге сабақ үйретеді, әр адам бізге ұстаз. Ол кішкентай адам болсын, үлкен адам болсын, ол бізге ұстаз. Құлап едік, енді қайта бастауға қорқыныш бар. Вот, көрдіңіз ба, бизнеста құлағаннан кейін сізде банкрот болып қалам деген қорқыныш болып тұр, иә. Сол алдындағы қорқынышты, жаңағы банкрот болған кездегі қорқынышты соған трансформация жасау керек. Сол кезде сіз қандай сабақ алдыңыз? Құлаған бала тұрып қайта жүреді, иә. Құлағаннан кейін жата бермейсіз ғой, тұрып жүресіз, иә. Алға қарай бисмилля деп тәуекел жасап, ары қарай тірлік ету керек. Жаңағы бұл жерде енді жаңа не айтып жаттым, ойым бөлініп кетті. Қайырлы кеш. Бизнеста көп нәрсеге тәуекел етіп үйрену керек, иә. Қайырлы кеш, Рабиға ханым. Тәуекел түбі желғайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің дейді. Яғни бізде уайымға салынсақ, байқайсыздар ма? Салынып кете бересіздер, иә. Уайымның арты кете береді. Ол ой деген жүйрік, неше түрлі ойлай бересіздер. Сол сізге сондай уайым кезде, негативті ой, жаман ой келіп қалса, сол кезден бастап стоп деңіз өзіңізге. Стоп, бұл тек қана менің жай ойым. Тек қана жай ой. Ол әлі сіздің өміріңізде болған жоқ. Сондықтан болмаған нәрсені болдырып қорқыныш жасай бермейміз, иә. Соңына жерге ұрып сөйлеуді. Сіз сөйледі дейсіз ба? Мақсатына жетіп, бақытты болғанын қалап, бар жолды қолдандым дейді. Соңына жерге ұрып сөйлеуді бастады дейді. Ондай адамдар бар, яғни тәкаппарлығы жоғары адамдар бар, иә. Тәкаппарлығы жоғары адамдар, олар тек қана өздерінің айтқанын істейді. Олардың өздерінің айтқаны ғана дұрыс. Басқа адамның ойы ешқандай оларды жаңағы алаңдатпайды. Сондықтан сіздің жаңа қамқорлығыңызды, энергияңызды, жақсылығыңызды керісінше түсінетін ер кісілер болса, онда ол кісілермен басқаша жұмыс жасау керек. Яғни сіз бұл жерде сөйлеуді бастаса, сізге сөйлеп жатса, сіз соған рұқсат беріп тұрсыз ғой, иә. Сізге бұл жерде самооценкамен де жұмыс жасау керек сияқты ғой, Анар ханым. Өйткені кейбір адамдар бар, сондай жақсылық жасағанды керісінше түсінеді, ондай өмірде өте көп кездестірдім. Егер сіз жаңағы чересчур былай айтқанда ақ көңіл, аңқылдақ болсаңыз бар ғой, елдің бәріне жақсылық жасай беретін, артық қамқорлық жасай беретін, елдің бәрін ойлап, өзіңізді ойламай жүрсеңіз, онда ол сізге сабақ. Бірінші өзіңді бағала деген, артық қамқорлық ол тек Аллаға жарасқан. Өзіңді бағалап үйрен деген сабақ үйретіп жатыр. Жаңағыдай өзіңді құрметтеп үйрен деген сабақ үйретіп жатыр.
Алла баршамызға разы болсын. Анар ханым, сіз жекеге шықсаңызшы, сол кезде талдап сөйлесіп көрейік, жақсы ма? Қайырлы кеш, Айман ханым. Вот, мен сізге айтып отырмын ғой, өзімді бағалау аз сияқты деп өзіңіз әні мойындап жатсыз. Ер адам қай кезде әйел адамды жекіп сөйлейді, әйел адамды менсінбейді, қай кезде жаңағы санаспайды, ақылдаспайды, ол әйелінің самооценкасының төмен екенін біліп тұр. Яғни өзінің қай кезде адамды құрметтейді? Адам өзі бірінші өзін құрметтесе, өзін бағаласа, сол кезде қасындағы адамдар сондай сәйкесінше құрмет, сыйластық көрсетеді. Өзі ол өмірдің заңы, иә. Сондықтан сіз күйеуіңізге көп жақсылық жасап қойсаңыз, значит, сізге өзіңіздің самооценкаңызды көтеру керек, өзіңізді бағалаумен жұмыс жасау керек. Яғни оған сіз көп жақсылық жасап қойған болуыңыз керек. Артық жақсылық жасап қоюдың да өзі кейбір кезде сондай кедергі несі шығады. Әрине. Ер адамның, жалпы адамдардың барлығы сондай ғой. Егер өзінде бір шаруа бітпей жатса, өзінің ойындағыдай болмай жатса, қасындағы адамнан ашуын алады. Қасындағы адам әлсіз адамға тиіседі. Неге? Өйткені сондай ғой өзі. Әлсіз адамдар, әлді адамдар әлсіздерге тиіседі. Яғни өзінің, мысалы біз аналар ашуланған кезде күйеуімізбен ұрысып қалсақ, енемізбен ұрысып қалсақ, не істейміз? Сол ашуды барып баламыздан аламыз. Ол баланың вообще ешқандай да кінәсі жоқ, бірақ барамыз да сол баланы алып ұрсамыз, ұрамыз, содан ашуымызды аламыз. Неге? Өйткені әліміз соған жетеді. Қаз ашуын тырнадан алады дейді қазақ. Сондай ғой негізі. Сондықтан біз себепті өзімізден іздеу керекпіз да. Негізі барлық мәселенің түпкі себебі өзімізде жатыр. Оны басқаларды кінәлап, басқаларға тиісудің керегі жоқ. Қандай адам басқа адамдарды кінәлайды? Жертва состояниесінде іштей жүрген адам сол басқаларды кінәлайды. Өйткені ол өзінің ішіндегі пустотаны, мына құрбандық рөлін білдірткісі келмейді. Басқа адамдармен басып жаншып, соны орнын толтырғысы келеді. Рахмет, Алла разы болсын, Анар ханым. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Негізі адам адамның айнасы деп жатады. Яғни біз айналамызға жақсылап қарасақ, сол адамдар сізге не айтып, не жасап жүр, сол сіздің ішіңізде бар да, сол состояниеде жүрсіз. Яғни сіз, егер сіз жертва состояниесінде жүрсеңіз, онда сіз құрбандық рөлінде жүрсеңіз, онда сізге самооценкамен өзін-өзі бағалаумен жұмыс жасау керек. Сонда сізді құрметтеп бағалайтын болады. Егер сіз ашулана берсеңіз, не болса соған ашуланып өкпелей берсеңіз, онда сізге иманды күшейту керек, және тоже самооценкамен жұмыс жасау керек. Өйткені сіздің жан дүниеңіз тыныш болмай тұр. Адамның жан дүниесі тыныш болмаса ішінде, онда ол сол басқа адамдарға тиісіп, солай өзін тынышталдырам деп ойлайды. Негізінде олай емес. Адам өзін бірінші жүрегін тынышталдыру керек, жанын тынышталдыру керек. Байқайсыздар ма, ішінде өмірінде бәрі керемет, жүрегі тыныш, иманы мықты адамдар бар ғой. Солар ешқандай адамдар оларды ренжіте алмайды, тиісе де алмайды. Өйткені ол өзіне сенімді да, яғни өзіне сенімді, өзінің жаны тыныш болғасын, ол басқа адамдарға тиіспейді. Қандай адамдар тиіседі басқа адамдарға? Жаны тыныш емес, өзінің қалау болмай жатыр, өзінің айтқаны болмай жатыр. Сол үшін ол адамдарға тиіседі. Сізді тыңдасам жақсы болып қалам дейді. Алла разы болсын, Айгүл ханым. Сол сіздерге кішкене алған инсайттармен бөлісейін, клиенттерден алған білгендермен бөлісейін деп шықтым ғой сіздерге. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ қойсаңыздар, маған мотивация бересіздер ғой, шабыт. Жаңағыдай сіздерге айта бергім келеді. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Кімде қандай мәселе, қиындықтар болып жатыр? Кешірім өтінем. Қандай сұрақтарыңыз бар басқа? Сіздерді көптен бері көрмесем, сағынып қалам. Осылай анда-санда эфирге шыққым келеді, сіздермен бөліскім келеді білгенімен. Білімнің де жаңағы сауабы бар,
бөлісу керек. Бөліскен кезде ол көбейеді. Түсініп қабылдау, кешірім позицияда ғұмыр сүруді үйрендім, мүлде ашуланбай қалдым. Машалла, сіз үшін қуаныштымын. Сіз үшін қуаныштымын, Анар ханым. Негізі адамдар мына ашуланып, ұрсып жүрген кезде бар ғой, энергиясы түсіп кетеді ғой. Энергиясы түскеннен кейін адам ештеңеге зауқы болмайды, ештеңе істегісі келмейді. Шаршап қала береді, бастаған істі аяқтамайды. Сондықтан біз ашуға, энергияға көп жаңағы уақыт бөлмеу керекпіз, энергия бөлмеу керекпіз. Ашулану оп-оңай ғой, ашуланасыз, эмоцияға берілесіз да, аузыңызға келгенін айтасыз, сол адаммен ұрсып қаласыз. Ал егер сол ашу кеп тұрған кезде өзіңізді тежеп, жаңағыдай стоп деп, стоп, ашу деген ол қара негатив. Мен негативқа берілмеймін. Мен тек қана жақсы нәрсе ойлап, жақсы нәрсе айтуым керек өмірде жетістікке жету үшін деп өзіңізге солай айтуыңыз керек. Сол жерде тоқтатуыңыз керек өзіңізді. Ол енді тәжірибемен келетін нәрсе, практикамен. Оны практиковать ету керек, күнде жасау керек. Ол бір айтқаннан, бір жасағаннан жаңағыдай керемет болып кетпейді бәрі. Мен де оны өзім көп, өзіммен жұмыс жасап, солай жасап жатырмын. Сондықтан мен сіздерге өзімнің жасаған техникалармен ғана бөлсем, өйткені мен өзім жасамасам сіздерге айта алмаймын ғой оның қалай жұмыс істейтінін, Тағы да қандай сұрақтар болып жатыр? Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса, маған плюс белгісін қойып қойыңыздар. Мен біліп отырайын, сіздерден кері байланыс болсын. Тақырып түсінікті болып жатыр ма? Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Ашық деп бір үлкен тетрадь толтырдым. Эффект берді түйсікке сохранить қылу үшін. Әрине, дұрыс айтасыз, Анар ханым. Мынау айтқан нәрсе ол ұмытылып кетеді, ойша айтылған нәрсе, ауызша айтылған нәрсе. Енді сол айтқан нәрсені, мысалы аффирмацияны дәптеріңізге жазсаңыз, онда ол 100% орындалады. Міне Анар ханым жазып жатыр. Ақша потогым ашық деп жазып едім дейді, 100% сол нәтижесін берді деп жатыр. Яғни біз подсознанияға, түйсікке заказ береміз, тапсырыс береміз. Аффирмацияны адам не үшін айтады? Сол мына түйсікті сендіру үшін. Қайта бір нәрсені айта берсеңіз жаттап аласыз ғой, мектепте жаттауды солай жаттадық қой. Сол сияқты мына миды сендіру үшін біз бір нәрсені, жақсы нәрсені қайта айта беру керекпіз. Өзіңіз нені қалайсыз, соны аффирмация қылып қайталап айта бересіз. Түйсігіңіз, миыңыз сенген кезде орындалмайтын нәрсе жоқ. Бәрі орындалады. Міне, мен жақында қалай жазады дейді, осы шақта жазасыз, ақша ағылып келе бастады дейді. Сіздерге живой пример отырып, мына жерде Анар ханым бірге баяғыда психологияда бірге оқыған, марафонға бірге қатысқан кісі жазып жатыр. Сіз жаңа қалауыңызды осы шақта жазасыз. Осы шақта, өткен шақта, келер шақта емес, осы шақта. Мысалы, сіздің атыңыз кім? Сіз нені қалайсыз? Соны осы шақта айтып жазасыз. Мысалы, мен үйіңіз жоқ болса, қанша бөлме үйді қалайсыз? Қай микрорайонда, қанша бөлме, квадратурасы қанша, соның барлығын нақты жазу керек. Өйткені мына түйсікке нақтылық керек. Нақтылықты жақсы көреді. Мысалы, мен үй алғанды қалаймын деп жазсаңыз, ол қашан орындалатыны сізге белгісіз. Егер сіз мен 2022 жылы, мысалы қазір тамыз айы ма, қыркүйектің 22-сінде сол жағалаудан, осындай микрорайоннан 3 бөлмелі үй 3-ші қабатта 100 квадрат метр деп соның бәрін жазсаңыз, осындай үйді алғанымды қалаймын деп жазсаңыз, онда ол сол көп ұзамай сол орындалады. Және соны сіз аффирмация қылып айта беруіңіз керек. Менің осындай 3 бөлмелі пәтерім бар, менің кең, өзіме ұнайтын үйім бар деп айта беруіңіз керек. Сол кезде сізге ол жақын арада оңай жеңіл жолдармен орындалады. Және сол үй аламай жүрсеңіз, сол үй алуды Аллаға тапсырасыз. Алла, маған осындай мен қалайтын үйді
беруді нәсіп етші, оңай жеңіл жолдармен, оңтайлы жолдармен деп. Күнде жазу керек пе, әлде жатарда жазу керек па дейді. Жоқ, ол жатарда жазу керек деген ондай нәрсе жоқ. Қай кезде жазғыңыз келеді, сол кезде жазасыз. Оны ондай қатып қалған заңы жоқ. Қай кезде жазғыңыз келеді, сол кезде жазасыз. Негізі бір уақытта жазғаныңыз дұрыс, иә, таңғы уақытта, мысалы, уақыт өзіңізге арнайсыз, сөйтіп жазасыз. Күнлік табысы $1000 деп тетрадты толтырып едім, күндік табысы $1000 жеттім дейді. Машалла, сіз үшін қуаныштымын, Анар ханым. Көрдіңіз ба? Мына жерде айтып жатыр, өзінің жазғаны орындалған, мен де жазғаным орындалды. Мысалы, мен де Түркияға саяхатқа барғанды қалаймын деп жазғамын, иә. Сосын мен оны Аллаға тапсырдым. Өздеріңіз білесіздер, сториста көрдіңіздер, иә, мен жақын арада Турцияға 2 ұлыммен Кемер қаласына барып демалып келдім, саяхаттап келдім. Менің арманым орындалды. Биыл Аллаға шүкір, менің армандарым оңай жеңіл жолдармен орындалып жатыр. Меккеге қажылыққа барып келдім, арман болатын, оған бардым. Одан кейін Түркияға бардым. Одан кейін мына майда мақсаттарым бар, олар орындалып жатыр. Аллаға сансыз шүкір. Оның барлығы Аллаға тапсырудың арқасында. Аллаға тапсыруды жақсылап үйреніп алсаңыздар, бәрін Алла өзі реттеп шешіп береді сіздерге. Біздің қателігіміз, біз өзіміз шешеміз деп ойлаймыз. Біз өзіміз шеше алмаймыз. Біз әрекет етеміз, әрекет бізден болады, нәтиже Алладан болады. Нәтижені Аллаға тапсырамыз, иә? Ой, бүгін жақсы сұрақтар қойып жатсыздар. Сұрақтарыңызға жауап бере алып жатырмын ба сіздерге? Түсіндіңіз ғой, иә? Қай кезде жазғыңыз келеді, сол кезде жазасыз, аффирмация айта бересіз. Мен жаңағы керемет үйде тұрып жатырмын, өзіме ұнайтын деп. Әрине, қайта-қайта жаза беру керек. Қайта-қайта жаза беру керек, қайта-қайта айта беру керек. Мен сіздерге қазір бір техника айтсам, соны жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма? Мен өзім жасадым, 100% нәтиже берді. Айтайын ба сіздерге? Жоқ, айтпайын ба? Маған кері байланыс жасап қойыңыздар. Айтыңыз десеңіз, плюс белгісін қойыңыз. Бір күшті керемет техникамен бөлісейін ба сіздермен? Оны мен бәленбай ақшаға сатып алғанмын. Марафоныңыз бола ма дейсіз ба? Марафон жақын арада әлі ойластырып отқан жоқпын, өйткені мен Таразға жол жүрейін деп жатырмын. Сол себептен әзірге жоспарда жоқ. Жақын арада болып жатса, мен стористе айтам, иә? Стористі қарап отырыңыздар. Мен күнделікті сториста пайдалы нәрселерді салып айтып отыратын болам. Айтыңыз деп жатыр. Мен де сізді сағындым, Анар ханым. Ендеше ол мынандай, күнде жатарда, кешке жақын, мынандай электронный таспихтар бар ғой, электронный таспих. Немесе мынандай таспих бар, осындай таспихпен кешке жақын сіз ай сайын қанша табыс тапқаныңызды қалайсыз, соны айтасыз. Яғни оны осы шақта айтасыз. Мысалы, менің ай сайынғы табысым $1,000,000. Мен мысалы сөйтіп айттым, менің ай сайынғы табысым $1,000,000. Сіз қанша табысты қалайсыз? Соны 100 рет айтасыз кешке қарай, ұйықтардың алдында 100 рет айтасыз да, ешкіммен сөйлеспей ұйықтап қаласыз. Яғни сіз мына жаққа заказ беріп жатсыз. Сіз 100 рет айтқан кезде, қайталап айта берген кезде, миға программа заказ беріп жатсыз ғой, ол соны қабылдайды. Ұйықтайсыз, азанда тұрасыз таңертең, таңертең тұрғаннан кейін бір дәптер арнайсыз, сол дәптерге жазасыз. Менің ай сайынғы табысым $1,000,000. Соны жазасыз, 100 рет айтасыз кешке, таңертең тұрып 1 рет жазасыз. Соны 3 ай бойы үзбей жасайсыздар. Оған табандылық керек, сразу айтам, табандылық керек, жауапкершілік керек, тәртіп керек. Мен соны 3 ай бойы Балқия Балтабайдың тренингінде офлайн барған кезде Астанада соны жасадым. Сол сабақта айтты, соны жасадым. Мен сонда бір әдетім бар, бір техника естісем, соны мен жасаймын міндетті түрде. Соны 3 ай бойы жасадым, Меккеде жүргенде де жасадым, ұмытпай. Соны сенесіздер ма? Ровно 3 ай қалай өтті? Сол 3 айдан кейін маған 1 миллион емес, 8,5 миллион ақша келді. Алланың қалауымен. Көрдіңіздер ма? Мынау подсознание өте керемет жұмыс жасайды. Соған сіздер сендіру керексіздер. Соған заказ беру керексіздер.
Ол үшін жаңағыдай айтып тұрмын ғой, табандылық керек. Егер ұмытып кететін болсаңыздар, өздеріңізге будильник қоясыздар. Будильник қоясыздар да, міне күнде кешкісін ұйықтарда будильник қойыңыздар. Енді шаршап ұмытып кеткен кездеріңіз болмау керек. Ұмыту вообще болмау керек. 3 ай бойы ұмытпай жасайсыздар соны. Содан кейін соны Аллаға тапсырып, жаңағыдай жазасыздар ғой, 100 рет айтып, 1 рет таңертең жазасыздар. Соны 3 ай бойы істеген кезде менде жаңағыдай керемет Алланың тосын сыйы болды. Мен оны мүлдем күткен жоқпын, ондай тосын сый болады деп, бірақ бәрі мүмкін екен. Аллаға тапсырған кезде Алла өзі бәрін реттейді екен. Қайталаңызшы, жазасыз ба дейді. Мен қайталайын, сіздер жазыңыздар, иә? 100 рет электронный таспихпен, немесе мынандай жаңағыдай жай таспих үйлеріңізде болса, мынау 100-дік, мынау өзі 100 неден тұрады. Осындай электронный таспих немесе осындаймен 100 рет ай сайынғы табысыңыздың, ақшаңыздың қанша болған қалайсыз, соны айтасыз 100 рет. Мысалы, менің ай сайынғы табысым 1 миллион теңге. Менің ай сайынғы табысы 1 миллион теңге. Солай 100 рет айтасыз. Ұйықтап қаласыз, азанда тұрасыз, мынандай дәптер арнайсыз. Мынандай бір дәптер арнайсыз өзіңізге. Міне Балқия Балтабайдың сыйға берген блокноты бізге. Осыған жазасыз таңертең тұрған кезде. Менің ай сайынғы табысым 1 миллион теңге деп жазып қоясыз. Содан соны 3 ай істейсіз, 3 ай бойы жасайсыз. Үзбей 3 ай. Міне көрдіңіздер ма? Мен 19 мартта бұлай жазғанмын. Міне көрініп тұр ма? Бисмилля деп, міне. Күнде осылай жазған, міне бір парақ қараңыздар. Мен өтірік айтпаймын сіздерге. Міне екінші бет. Содан кейін 3-ші беті бар тағы да. Міне 3-ші бет. Соны осылай жазып істеген кезде, менде ай сайынғы табыс 1 миллион теңге деп айтып жазған кезде, маған Алла тағала сондай тосын сый берді. Иә, мен ответственныймын, военныймын ғой. Білесіздер, әскери қызметкерлерде тәртіп деген бірінші орында, иә, жауапкершілік деген бірінші орында. Сол қасиет мен туған кезде өзі бойымда бар екен, табандылық. Аллаға сансыз шүкір айтам сол қасиетіме. Сол мінезбен, сол қасиетпен, сол техниканы орындап, сондай нәтижеге жеттім. Соны сіздермен бөлісіп жатырмын. Сіздер де соны жасаңыздар, жақсы ма? Иә, тек қана таңертең бір-ақ рет жазасыз. Таңертең бір-ақ рет жазасыз. А кешке 100 рет айтасыз. Таңертең тұрып бір-ақ рет жазасыз. Болды. Түсінікті, иә? Мен сіздерге қаншама ақшаға сатып алған техниканы қазір тегін бөлісіп отырмын. Сіздердің де бай болғандарыңызды қалаймын. Сіздердің де табысты болғандарыңызды қалаймын. Қазақтардың кредитсіз өмір сүргенін қалаймын. Психологқа ақшаны аямаңыздар. Іштеріңізде жан жараларыңыз бар ма? Соны келіп психологпен шешіп кетіңіздер. Өйткені ішіңізде тыныштық болмаса, сіздің өміріңізге табыс көзі көп келмейді. Мына жүректе тыныштық орнаған кезде, сіздің жан дүниеңізде тыныштық орнаған кезде, рахат сезім болған кезде, сіздің мына өміріңізде табыс көзі өздері ақырын келе береді. Өйткені мына ақша деген энергияға келеді, ақша ол энергия. Сіздің жүрегіңіз тыныш болса, сол тынышқа сізге ақша келеді. Алла баршамызға разы болсын. Бүгінгі кірген ханымдарға рахмет айтам. Сіздер бір техниканы үйреніп алдыңыздар. Сол техниканы міндетті түрде жасаңыздар, иә? Сосын менімен бөлісуді ұмытпаңыздар, иә? Маған WhatsApp-ға, немесе Instagram-ға, дайрекке жазсаңыздар болады. Сіздер сол мен айтқан техниканы жасап нәтиже алған кезде, мен оған қуанамын. Сіздермен бірге қуанып, соны бөліскім келетін. Қуанышты бөліссең көбейеді деп айтады, иә? Қуанышты бөліссең көбейеді, қайғыны бөліссең азаяды дейді. Сондықтан бөлісіңіздер, бірге қуанайық, иә? Бірге бай болайық, бірге бақытты болайық, бірге табысты болайық, бірге жан жарамызды емдейік. Пофигизм характер бар, ұмытып кетемін дейді. Пофигизмді оны жиі қолданса, ол нашар, иә? Анда-санда қолданса, кейбір кездерде пайдасы болады. Бірақ өмірде ылғи да пофигист болса, онда оның зияны да бар.
өйткені ол жақсы нәрсе емес, иә. Ал ендеше ханымдар, бүгін мен сіздермен азғантай осындай оймен, біліммен, инсайттармен бөліскім келді. Сіздерге пайдалы болса қуаныштымын. Ендеше бүгінгі эфирға кірген ханымдарға, мырзаларға рахмет айтамын. Алланың нұры жаусын сіздерге, Алла разы болсын. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Комментарий бөліміне маған кері байланыс жасап, жылы сөздеріңізді жазып қойсаңыздар, мен қуанып қаламын. Кері байланыс жасап қойыңыздар. Алыс беріс гармониясы бірдей болсын. Сіздерге уақыт арнасам, сіздер де маған жылы сөздеріңізді арнап қойыңыздар, жазып қойыңыздар. Қай курсқа қатыссам болады дейсіз ба? Алмас ақынның соңғы курстарына қатыстыңыз ба? Мен баймын деген психосоматолог курсына қатыстыңыз ба? Сол курсқа қатысыңыз. Алмас ұстаздың несі, марафондар, курстар өте керемет қой. Менің жетістікке жетуіме, өмірімнің өзгеруіне, өзімнің өзгеруіме себепші болған ұстаздарының бірі сол Алмас ақын. Оған дейін де мен 2018-ден бері үздіксіз білім алып келе жатырмын, Аллаға шүкір. Сондықтан білім алсаңыздар, өмірлеріңіз жақсы жаққа өзгереді. Білім алудан шаршамаңыздар, білім алыңыздар, сол кезде өмірлеріңіз жақсы жаққа өзгереді. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жайлы жатып жақсы тұрыңыздар.